10 сынып алгебра және анализ бастамалар пәні. Номер 4 сабақ. Сабақтың тақырыбы функциялардың графиктерін түрлендіру. Сіздерге қойылған мақсат функция графигін түрлендіру, орындай алу, олардың ішіне параллель көшіру, сығу және созу. Функция графигіне түрлендірулердің барлығын бір функцияға қолдануды үйрену. Жетістік критериясы. Функция графигіне түрлендірулер орындай алады, көшіреді, сығады, созады. Функция графигіне түрлендірудің барлығын бір функцияға қолдануды үйренеді. Жаңа тақырып. Егер m нүктесінің абсцисиясы функцияның аргументі болса, ал ординатасы аргументінің берілген мәніндегі функцияның мәні болса, жазықтықта m, x, y нүктелерінің жиыны y-тен болады. f от x штрихқа функциясының графигі деп аталады. Бірінші y-тен болады ax қосылған b сызықтық функцияның графигі түзу. Екінші y-тен болады ax квадрат плюс bx плюс c квадраттық функцияның графигі парабола. Үшінші y-тен болады k бөлінген x кері тәуірліктің графигі гипербола. Енді осылардың негізінде қарапайым түрлендіруді қолданып функцияның графигін салу жолын қарастырайық. Бірінші y-тен болады f от x плюс функциясының графигін салу үшін, егер t үлкен 0-ден болса, онда y-тен болады f от x штрих функциясының графигін o y ординаты осінің бойымен 10 бағытта, ал егер t кіші 0-ден болса, теріс бағытта 0-де t векторына параллель көшіру керек. Мысалы, y-тен болады x плюс 3 функцияның графигін салайық. Бұл жерде x плюс 3 функцияның графигін салу үшін жоғарыдағы тұжырым бойынша бізде y-тен болады x түзуі o y осінің бойымен 10 бағытта 3 бірлікке параллель көшіреді. Суретті көріп отқандарыңыздай, сызықты біз 3 есе 3-ке көтеріп, одан кейін y-тен болады x плюс 3 графигін салдық. Келесі, y-тен болады 1 бөлінген x минус 2 функциялардың графигін салу үшін, ол үшін 1 бөлінген x функциясының графигін, яғни гиперболаның y осі бойымен теріс бағытта 2 бірлікке параллель көшіреміз. Төменде берілген суретке назар аударсаңыздар, y-тен болады 1x, ол гиперболаның сурет графигі болып табылады. Ал енді бізге 1 бөлінген x минус 2 графигін салу керек. Ол көріп отқандарыңыздай төменде сызықта көрсетілген. Келесі, y-тен болады k f от x функциясының графигін салу үшін, y-тен болады f от x штрих функциясының графигін o y осі бойымен, егер k көріп отқандарыңыздай модулі есе созу және егер 0 π1 болғанда 1 бөлінген k есе кішірейтіп салу. Мысалы, f от x-тен болады 3x болған жағдайда функцияның графигін салатын болсақ, функцияның графигін салу үшін y-тен болады x функциясының графигін o y осіне қарай 3 есе қысамыз. Сонда төменде берілген суретке қарасаңыздар, ол бізде тура центрден өтіп тұр. Келесі, y-тен болады 2-ден 1 x квадрат функциясының графигін салу үшін, y-тен болады x квадрат функциясының графигін абсцисса осіне қарай 2 есе қысамыз. Сонда суретте көріп отқандарыңызда бірінші парабола салынған, және де оны 2 есе қысқан кезде параболадан шамалы
жатқызып y-тен болады 2-ден 1 x квадрат суреті салынған. Келесі видеороликке назар аударайық. Функцияның берілу тәсілдері: аналитикалық, кестелік, графиктік функцияның сөзбен сипатталуы. Біз бүгін барлығын жеке-жеке қарастырамыз. Бірінші, мына сұраққа жауап берейік. Функцияның берілуі дегеніміз не? Егер x жиыны мен f ережесі беріліп, x жиынындағы әрбір x элементіне y-тің анықталған мәнін қоюға болатын болса, онда y тең f(x) функциясы x анықталу облысымен берілген деп аталады. Бірінші, функцияның аналитикалық берілу тәсілін қарастырайық. Функция формуламен беріледі. Екінші, кесте түрінде берілген функцияны қарастырайық. Үшінші, графиктік тәсілмен берілген функцияны қарастырайық. Бұл әдісте тік бұрышты координаталар жүйесі енгізіледі, және бұл жүйеде көптеген x, y нүктелері координаталарымен бейнеленеді. Функцияның берілу тәсілдерінің ең көп кездесетіні функцияның сөзбен сипатталуы. Функцияның сөзбен берілу тәсілін біз үнемі жүзеге асырамыз. Мысалы, y функциясы 2 мен x-тің көбейтіндісіне тең. X аргументінің әрбір x нақты мәніне сәйкесінше оның 2 еселенген мәні қойылады. Келесі үшінші y-тен болады f от x плюс t функциясының графигін салу үшін y-тен болады f от x штрих функциясының графигінен x өсінің бойымен b үлкен 0-ден болғанда b 0 векторына теріс бағытта, b кіші 0-ден болғанда оң бағытта параллель көшіру арқылы алуға болады. Мысалы, f от x-тен болады x минус 3 жақсыртында квадрат функцияның графигін салайық. Бұл жерде парабола y-тен болады x квадрат параболасын тұрғызып, оны 3-тен 0 векторына x өсінің бойымен параллель көшіреміз. Яғни, x-тің бойымен оңға қарай 3 бірлікке параллель көшіреміз. Төменде көрсетілген суретке қарасаңыздар, центрінде ол бізде x квадрат парабола салынған, және де 3 есе көшірген кезде, 3 бірлікке көшірген кезде x минус 3 квадрат суреті функцияның графигі салынған.